Қақаған қар аралас соғып боран, ел үрей көк найзалы жау торыған. Бай қара Жамбыл ханда мен туыппын, Жамбыл деп қойылыпты атым сонан. Мен 1846 жылы Шу өзенінің бойындағы Жамбыл тауының етегінде, қарлы қыста қақаған аязда туыппын. Төбесінде жамбы тектес тасы болғандықтан тау аты Жамбыл аталып кеткен екен. Жамбы ертеде аса сыйлы қонаққа сыйға тартылыпты. Немесе жарыста озып келген аттың бәйгесіне тігіліпті, немесе айтыста озған ақынға беріліпті деген аңыздар бар. Әйтеуір атанам сол таудың атымен мені Жамбыл атап кетіпті деп өз естеліктерінде айтып кеткен екен. Ендеше жыр алыбы Жамбыл атамыздың өмір жолы туралы материалды тамашалап, оқушыларымыздың орындауында ақын өлеңдерінен үзінділер тыңдайық. Жамбыл Жабаев 1846 жылы Жамбыл тауының бөктерінде дүниеге келген. Ауыл молдасынан хат таныған, бала кезінен домбыра үйреніп өлең шығарған. Әкесі Жамбылда жылқышыға беріп, ат құлағында ойнайтын шабандоз шығармақшы болады. Алайда домбыра шертіп, ән салатын Жамбыл ақындық өнерді таңдап, атақты ақын Сүйімбайға барып, оның ақ батасын алады. Менің пірім Сүйімбай, сөз сөйлемен Сүйімбай деп оны өзіне ұстаз тұтады. Бата дарыған бала ақын есейе келе түрлі жиын тойларда айтысып, Шашубай, Досмағамбет, Бөлтірік, Сарбас секілді талай азулы ақындарды жеңеді. Өз жанынан көптеген өлең жыр дастандарды шығарады. Ақынның суырып салмалық дарындылығы сондай, аузынан шыққан әрбір сөз жыр секілді төгіліп тұрған екен. Сондықтан да халық оны төкпе ақын деп атаған. Халықтың әлеуметтік жағдайын ашық айтып, жұрт халін жырлау, ел бағына туған азаматтардың өмірін үлгі етіп көрсету ақын шығармашылығындағы басты тақырыптар. Сондықтан да ақын Өтеген батыр, Таурық батыр, Сұраншы батыр, Алатай, Жапарқұл дастандарын жырлаған. 1934 жылы халық поэзиясын, ауыз әдебиетін жинау мақсатымен жазушылар одағы ақынға арнаулы хатшы бекітеді. Ақын 1936 жылы Мәскеуде өткен қазақ әдебиеті мен өнерінің 10 күндігіне қатысады. Халық өмірінің түзеліп, өнерінің өрлей бастағанын көзімен көреді. Сондықтан да социалистік қоғамды, партияны, халықтар достығын паш ететін жырлар шығарады. Ұлы Отан соғысы басталған кезде Жамбыл 96 жаста еді. Соғысқа ақынның 2 ұлы қатысып, екеуі де ерлікпен қаза табады. Қарт әкеге қаза ауыр тигенімен, жауынгерлерге өзінің отты жырларын жолдап отырады. Ол Ұлы Отан соғысына арнап 3000 жолдан артық жыр шығарған. Ақын 1945 жылы 22 маусым күні дүниеден өтті. Мен Мұсталғы Джейск Гродик орта мектебінің 7-ші сынып білім алушысымын. Жамбыл Жабаев, халықтың сәлімі. Домбыра асын сері қып өткізді Жамбыл ғасырды. Өлеңді төгіп, өрнектеп, асулардан асырды. Қара терге малынып, еңбегі кетіп далаға, тойса тойып тамағы, тоймағанда аз жүрді. Қалың халық көтерген өмірдің ауыр зіл тарын, жылдан жылға тасыды, саңғыратып даланы. Әнді шырқап күлбедім. Өлеңмен ойып ойыды, сөзді мініп желдедім. Сонда менің көргенім құнарсыз дала, қаралы ел. Күңіренген, зарланған, қанын сорған жыланан, ғасырлар арыла алмаған. Жүрегім жашы дамбыра, бақатты қартын Жамбылмен істеді отан даусында, бүгінмен Жамбыл сөйлеген, оралды асып даладан, еділден асып айқара, заулатты мені от арба, жағалайын шайқала мінізген жүрек керекті күн Сталин. Көп рахмет, отаны қандай кен, байтық Москва неткен тамаша, көз тайықты қараса, жасына тағы 90 жыл көрініп
төсі мавзолей шақырған көнде керемет. Ерназдардың қолқасы ұйқысын таңын ашқанда, масайрап күн әлемге нұр сәулесін шашқанда, қолқошылар таптанып жинасылып келісті, жасыл жымжыр далада келіп сәлем берісті. Кавказ бен Алтай, Алатау, Аскар асу білімсін, шығысын керзор тайға, курсанған болат темірсін, батысын байтақ Украин, гүлденген бақша гүлімсін, солтүстік ұлы мұхитым, Ушандария шігімсін, Қытай мен Қырым арасы, бір жағын орыс даласы, тұтаса жатқан Тұлабой, ортан Орал саласы. Заманы қыр болған жоқ, Жамбыл сөзден қалған жоқ, ел жайлаудан көшкен жоқ, көктен жасын түскен жоқ, сендер шетке қағатын, Жамбыл атым өшкен жоқ, мен баяғы Жамбылмын.